Қобыланды Мансұр, негізінде сіздер шебер актер екендіктеріңізді көрдік экраннан. Дәл қазір шағын экспериментке орын берсек, сіздер назарларыңызға танымал өзіміздің кішкентай кезде оқып жүрген мақта қыз ертегісі шығады. Және де мына экраннан белгілі бір күйлер, смайликтер арқылы көрсетеді. Яғни тоқтамай жалғастырып кету керексіздер. Мен бастай берейін бе? Өзіңіз біліңіз. Қошеметтеріңізбен Мансұр! Мансұр! Мақтағыз. Екеуі дос болып жүреді. Бір күні мақтағыз үйін жинап жүрсе, бір мейіз тауып алады. Мысықты шақырады. Шақырады, келмейді, шақырады, келмейді. Сосын келмесең келме деп. Мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды, сосын мысық айтады. Ендеше... Мақтағыз айтады, сосын мысық айтады. Ендеше қатыңызды төгем дейді. Мақтағыз мен құйрығымды кесіп алам дейді. Кейттен мысықты келеді, мақтағыз мысықты құйрығын кесіп алады. Апа құйрығымды берші дейді, апа дейді. Сосын мақтағыз, мен сені мысық сиырға барады, сиыр саған қатық берші дейді. Атайса мен қаным ашып тұр, маған жапырақ әкеп бер дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш жапырағыңды берші дейді. Ағаш айтады, мен шөлдеп тұрмын, суға келсең жапырақ берем дейді. Суға бара жатса, суға бара жатса, дейм ба? Суға бара жатса олар. Ал керек болса. Қыздар, маған су берші дейді. Бірге сағыз әкеліп берсең, мен саған су беремін. Мысық дүкенге барады. Ай, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Біз саған тұқым береміз дейді. Мысық енді не қылам деп бара жатса, бір қазып тышқан көреді да, мысық тышқанды қорқытып, жаның барында, айт, үйіңде не бар? Не бар дейді, тышқан қорққанынан үйімде бір батпан тарым бар дейді. Мысық айтады. Ана ағаш жапырағын береді да, сосын, шас. Ағаш жапырағын береді. Әдем болып шашын нормально тұр ма? Бетін әдем тұр ма? Қошеметтеріңіз! Бәрін өзім айтып шықтым ғой. Мынаның өнерін көрмейтін бедік, актерский, бірақ бұда актерский жоқ қой. Жоқ ба? Бұл жігітке басқа ертегі ғой, тасша бала деген. Мені кәдімгідей жыртып жібергені кім болды? Қобыланды көрсеткен, кән тағы. Өлтіреді бұл мені. Кәне. Шас. Демек olma. Басмақта пиз. Родной. Демек olma. Шашын қыздар жауатқан жоқ па? Жігіттер біз бастайған дендеше. Ендеше Қобыландың кезегі кеттік. Кет Қобыланды. Давай, Коба! Шашым нормально тұр ма? Что-то ойнап тұр ма? Ерте заманда бір тасша баланың әке-шешесі өліп, жетім қалыпты. Күндерде бір күні тасша базарда аралап жүрсе, майып отырған бір шалды көреді. Тасша шалдың қасына келіп отырады. Шал, не қылып жүрген баласың деп сұрайды. Сонда тасша, Анау деген бала бар ғой, тасша үйіне кеп, ана деген тасқа. Үйіне келді дейді, бір күні шал тасшаға анау. Даусың келеді негіз. Қасқа бар ғой анау, әлгі. Құстың мясы дейді. Анау көрген ағаштың басында ақ сары деген құстың ұясы бар.
сол ұяда құстың жұмыртқасы бар. Сен барып құсқа білдірме, университет дейді. дейді. Кісіге де нәр татылмайды және түнде жатқанда екеуі қаптағы құрттың басында жастанып, қарындағы сары майын қойнына алып жатып, солардың жұмырсын. Солардың жұмысын. Бұндайды өлтіреді енді. Өзім білем. Табаным тесіліп толай. Істесем де жарты бақы бермейді. Ауыз толарлық тамақ та бермеді. Сонда көп ақым кетіп барды. Мен десек, оған ақым. Қу сараң шалды қойнына тықып. Әрекелі қошеметтеріңіз. Шайық Өкпектің станынан келген жігіт. Ұнаса. Кайф. Мансұр мен Қобыланды жақында ғана өздерінің жаңа әндерін жазған екен. Екеуі бірігіп айтады. Топтың аты бар ма? Жоқ, топ емес бұл. Топ емес, біз жай. Бұл просто естелік үшін деп. Өзіміздің 5-2-ның барысында өткен қызықты сәттерден, атмосферадан бір керемет шабыттан алынған бір Содан бір шабыттан шыққан ән, және оны өзіміздің көрермендеріміздің құрметіне біздің 5-2-ның тікелей үзбей көретін біздің шынайы жанкүйерлеріміздің құрметінде шыққан ән. Премьера ма сонда? Иә, сіздерде алғаш рет орындалайын деп. Қошемет достар. Ал бағдарлама соңында құрметті Мансұр Қобылан сіздерге мына біздің Қазақстандағы кино индустриясының бір жаңа толқынына себепкер болып жүргендеріңіз үшін көп рахмет. Біздің кино дами берсін, сіздер сияқты талантты жатындар көптен болсын. Рахмет. Рахмет сіздерге де, баршаларыңызға, шақырғандарыңызға құрметтеп. Барлығымыз бірге дамиық, ел дами берсін, жастар дамысын, әркім өз мамандығының үздігі болса, ел әрі қарай дамиды деп ойлаймыз. Иә, достар, әр қайсымыз өз саламызда үздік маман болайық. Сонда еліміз әлемнің ең үздік елдердің бірі болады. Қошеметтеріңіз.